Саламатсыздар, бүгін біздің қонақта Мадина Оспан. Күйеуге шыққан кезде, иманның алдында тұрған кезде, махырға не сұрадыңыз? Қызық болып отыр елдерде осы. Махырға ма? Негізі махырдың жалпы не үшін сұралады ол енді? Бәрі айтады ғой, типа подарок деген сияқты ол невеста, ол негізі подарок емес, енді бұрынғы заманда оны қалай не үшін енгізген оны. Егерде жаңағы күйеуі, жаңағы ер адам соғыстан келмей қалса да, егерде болмаса енді екеуі екі жаққа кететін болса, сол затты сатып, хотя бы бір-екі ай жаңағы әйелі бала шағасымен күн көре алатындай бір дүние болу керек, зат болу керек. Вот. Енді мен негізі енді сұрағанда негізі просто бүйтіп формально сұрай салам деп отырған, бірақ өзім қайнатам, қайненем бәрі отырды. Сол жерде сол кәдімгідей қайнатам тұрды да, балам, бұл деген күйеуіңе де мотивация болады. Сұра деді. Содан кейін Геленвагенден.